Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Отырыңдар. Biz алдымен сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыптарға шолу жасайық. Заттарды қалай бөлетін едік біз? Жай және күрделі. Жай заттарға қандай заттар жатады? Дұрыс. Яғни бір ғана элементтен тұратын заттар, олар жай заттар болып есептеледі. Ал күрделі заттарға екі немесе одан да көп элементтен тұратын заттар күрделі зат болып саналады. Ал күрделі заттар қалай бөлінеді? Жоқ. Күрделі заттар. Біз соңғы өткен тақырыпта. Оксидтер дегеніміз не болды? Оксид, оттегі, оттегі болады, күрделі оксидтер құрамында неше элемент болады? екі элемент. Негіздер дегеніміз құрамында бір немесе екі атомдан тұратын дұрыс. Ал қышқылдар дегеніміз және біз тұздар туралы шағын ақпарат айтып кеттік. Сонымен тұздар дегеніміз не болды? Әр қарай тұздардың өзі 5 топқа жіктеледі. Бірінші орта тұздар, екінші негіздік тұздар, үшінші қышқылдар, төртінші қос тұздар және бесінші кешенді немесе комплексті тұздар. Енді бұл жерде біз тұздар деген анықтаманы өттік қой. Анықтаманы жаздық. Дәл осы анықтама бізде орта тұздарға тікелей байланысты. Яғни орта тұздарда құрамында тек қана металл катионы мен, мысалы натрий болсын, қышқыл қалдығы болады. Мысалы хлор. Хлор бізде тұз қышқылының қалдығы. Натрий мен тұз қышқылының қалдығы хлордан тұратын тұз бізде орта тұз болып есептеледі. Ал негіздік тұз құрамында гидроксил тобы болатын және қышқыл қалдығы болатын металл катионымен байланысқан тұздар. Ал қышқылдықтың құрамында сутек катионы болады және сутек катионымен бірге қышқыл қалдығы анионы болады. Мысалы, натрий HSO4 құрамында сутек болғандықтан бұл бізде қышқылдық тұз болып есептелінеді. Ал қос тұздардың құрамында бізде екі металл катионы кездесуі керек. Мысалы, калий натрий 2PO4. Бұның атауы калий натрий фосфаты. Ал кешенді тұздарда бір ерекшелік тек жақша болады. Тек жақшаның ішінде тағы да жай жақша болады. Ол жердегі тағы бір ерекшелік тек жақша катион ретінде де, анион ретінде де жазыла береді. Бірінші болса ол катион ретінде жазылады, ал екінші бұл кездесетін болса ол анион ретінде тұр деген мағынаны білдіреді. Түсінікті ме?
Енді балалар, біз осы тұздардың формулаларын жазып үйренейік. Алдыңғы сабақта сендерге аниондардың тізімін бердім, және олардың қалай аталатынын жазғыздым. Егер S14 болатын болса, бұл сульфат деп аталады дедік. Ал егер HS14 болатын болса, ол гидросульфат болады. Мына жерде 2 минус емес, жай ғана минуспен жазылады. Енді маған тақтаға 2 оқушы керек. Эльмира және Нұрсаламат. Эльмира, сен натрий сульфатының формуласын жаз. Ал Нұрсаламат, сен калий фосфатының формуласын жаз. Дұрыс. Эльмира, сенде формула дұрыс, бірақ натрийде бізде индекс болады. Натрий 2S14. Екі жазылған формула қай топқа жатады? Тұздардың қай тобына? Қышқыл. Жоқ. Негізгі. Қос. Anion ба? Орта тұзға? Орта тұзға жатады. Не үшін? Себебі қышқыл қалдығы, тұз ба? Және металл катионы бар. Дұрыс, отырыңыз. Ал балалар, осы тұздар тақырыбы түсінікті болса, мысалдар келтіру түсінікті болса, сендер осы 4 түріне мысалдар жазылғаны керек. Сендерге 1 минут уақыт беріледі. Бастаңдар. Сендер үшеуің қышқылдық тұздарды жазуларың керек. Қос тұздарды жазуларың керек. Сендер қышқылдық тұздарды жазасыңдар. Сендер негізгі тұздарды, ал сендерге орта тұздар. Асылзада сен де мына сияқты қышқылдық тұзды жазасың. Уақыт. Кезекпен айтып өтейік. Өркен, сенден бастайық. Сульфиті, иә? Алюминий бромиді. Дұрыс. Қалай? Кальций S14. Кальций сульфаты ғой. Сульфаты. Сендерге? Натрий силикаты. Дұрыс. Калий натрий сульфаты. Калий фосфаты. Дұрыс. Негізгі тұздар. Эльмира. Магний гидрохлориді. Кальций гидроксилитраты. Гидроксихлорид. Алюминий гидроксилиоцита. Гидроксо. Формула дұрыс. Сенде? Калий Сульфиді, иә? Дұрыс. 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 Асылда? Натрий гидрокарбонаты. Дұрыс. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі тақырып түсінікті болғанына көзім жетті. Енді сендерге үйге тапсырма. Біз әрқайсысына бір мысалдан жаздық қой. Енді тағы да 2 мысал қосымша жазып 3 мысал ретінде толықтырып келесіңдер. Түсінікті ме?